Иван Панфилов атындағы номер 39 мектеп гимназиясы. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мұстафаев Нұргелді Тұрсынбайұлы. Сабақтың тақырыбы денсаулық туралы жалпы түсінік. Сабақтың мақсаты денсаулықты нығайтуға байланысты жаттығу түрлерімен танысады. Жаттығу түрлерін көрсетеді. Жаттығуларды құрал-жабдықтарсыз үй жағдайында орындайды. Жаттығуды орындаған кездегі қауіпсіздік ережелері. Бірінші, міндетті түрде спорттық киімде болу керек. Екінші, денеңізден артық заттарды шешіп тастағаныңыз дұрыс. Мысалы, алқа, сырға, білезік, сағат, көзілдірік тағы басқа. Үшінші, қыз балалар шашты жинап қоюға міндетті. Төртінші, үйде орындалатындықтан спорттық аяқ киімсіз орындауға болады. Бесінші, жаттығуды орындайтын жер су немесе тайғақ болмауы керек. Дене жаттығуларының пайдасы: оттегімен қамтамасыз етеді, қан айналымды жақсартады, бұлшық еттерді дамытады, тыныс алу, ас қорыту жүйесіне пайдалы. Сонымен қатар мидың қызметін жақсартады, артық салмақты болдырмайды, тәбетті жақсартады, түрлі аурулардың алдын алады. Құрметті оқушылар, Қазақстанда болып жатқан төтенше жағдайға байланысты сабақтарды үйде өтуімізге тура келіп тұр. Осыған орай, жалпы денені дамыту жаттығуларын мен өзімнің 5-ші сынып оқитын інімнің көмегіне жүгіне отырып көрсетейін деп тұрмын. Жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз: орнымызда 1 минут жүгіруіміз керек. Бастаймыз. Жүгіреміз. Аяғымызды көтеріп жүгіреміз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: басымызды алға 1 рет, артқа 1 рет, оңға 1 рет, солға 1 рет иеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: оқушылар, жаттығуларды біз 1-2 жаттығудан ғана көрсетеміз. Ал сіздер 4-5 рет жасауларыңыз керек. Келесі жаттығуымыз: қолымыз иықта, шыдамыз тигіземіз. Алға қарай 2 рет, артқа қарай 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: қолымызды алдымызға тік ұстаймыз, қолымызды қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: қолды кеуденің бойында ұстаймыз, кеудемізді кереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: аяқты кеуденің бойында ұстаймыз. Оң қолымызды сол аяққа жеткіземіз, сол қолымызды оң аяққа жеткіземіз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тіземіз бүкпейміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: қол белде, белімізді оңға қарай 2 рет, солға қарай 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз: ол да белдің жаттығуы. Бастаймыз.
Alға 1 рет, артқа 1 рет, оңға 1 рет, солға 1 рет иеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз қол тізеде аяғымыздың арасын қосамыз, тіземізді айналдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығымыз аяқталды. Аяғымызды ашамыз, тізені ұстаймыз. Тізені ішке қарай 2 рет, сыртқа қарай 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз. Балалар қол мойында, қыздар қолды алға созамыз. 10 рет отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз. Қолымызды айналдырамыз, аяғымызды қоса айналдырамыз. Бастаймыз. Оң аяқты 5 рет, сол аяқты 5 рет айналдырамыз. Кезек-кезек істейміз. Жаттығымыз аяқталды. Құрметті оқушылар. Үй тапсырмасы. Тапсырма. Видеодағы жалпы дененің дамыту жаттығуларын қайталау. Сұрақ. Дене шынықтыру сабағындағы тағы қандай техника қауіпсіздігін білесіз? Жауапты ауызша видео арқылы жолдау керексіз. Осымен біздің видео сабағымыз аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.